Қазақта ұлыстың ұлы күнін жер аяғы кеңейген кез немесе малдың аузы көкке тиген күн деп жатады, және де сонымен қатар Самарқанның көк тасы еріген күн деп айтады, сол тіркесті қолданып жатады. Оның мағынасы жалпы әйгілі Әмір Темір Самарқанды билеген кезде өзінің амнистиясын, яғни рақымшылығын жариялап, сотталған, жаза басқан, өлім жазасына кесілген қылмыскерлерді жазадан босататын болған. Енді күнімізде өкінішке орай осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде, Наурыз мерекесі бұл дінде арам етілді, оны тойлауға болмайды деген бір қазақ бауырымыз рақымшылыққа ілінудің орнына керісінше қапа басып, темір тордың ар жағына тоғытылды. Бұл өкінішті жайт. Әрине ол кісінің ісін еш уақытта құптамаймыз, ол анық адасқан, жазалануы тиіс қылмыс. Бірақ бұл қылмыс, бұл жағдаяттан кейбір адамдар келеке, мазақ, тіпті карикатура жасап келеке қылуда. Бұл нәрсені дініміз құптамайды. Өйткені дінімізде кез келген бір басқа сенім өкілінің құдайына, оның ұстаздарына, ғалымдарына тіл тигізіп мазақ қылуға жол берілмейді. Олай болған жағдайда керісінше сіз өзіңіздің қасиет тұтатын ұстаздарыңызға, ғалымдарыңызға немесе діни қасиетті кітаптарыңызға, құдайыңызға тіл тигізу мүмкін. Сол үшін де бұл қоғамда әрмен қарай алауыздық, бір-біріне жек көрушілік пайда болғызады. Қорытындылап айтарымыз, бір қоғамда өмір сүргендіктен баршамыз бірлікте болғанымыз жөн.